Ассалаумағалейкум, ханым. Алейкумассалам. Шақыртқан екес. Насреддин қожа? Иә. Ай, осы халық сені білімдар, діндар дейді, ғұлама ғалым білгіш дейді, дана данышпан дейді, сол рас па? Рас болса рас шығар, ханым. Алла білуші. Бәрекелді. Онда сен маған мынаны айтшы. Жәннат үлкен бе, тозақ үлкен бе? Енді, ханым, о дүниеге барып көргенім жоқ. Бірақ естуімше, жәннат кең секілді. Неге олай ойладың? Өйткені, бұл өмірде ақысы желінген кедей кепшіктер ақыретте жәннаттық болады дейді. Соған қарағанда жәннат кең секілді. Сонда байлар жәннатқа кірмей ма? Неге кірмейді, ханым? Байлар осы өмірде жәннатта жүр ғой. Ай, олардың ішінде адайлы ақын маңдай теллермен байып жатқан байлар да бар ғой. Ханым, мен ол байларды айтып жатқаным жоқ. Мен халықтың ақысын жеп, садақасын, зекетін бермей жүрген сараң байларды айтып жатырмын. Мұның дұрыс екен. Әңгімеңнің жөн жобасы жақсы екен. Шақырыңдар маған байларды. Сөйлесейін.